Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді әрі денсаулыққа пайдалы малинадан варенье даярлайтын боламыз. Варенье үшін бізге тек қана малина мен қант қана керек. 1 кг малинаға 1 кг қант пайдаланамыз. Малинаны алдын ала жуып аламыз. Егер де сіздер үй малинасын қолданатын болсаңыздар, жумасаңыздар болады. Мен өзім базардікін қолданғандықтан малинаны алдын ала жуып алдым. Малинаны алдымен ешқандай тершік қалмағанға дейін әбден езіп аламыз. Ол үшін мен секілді құралды пайдалансаңыздар болады. Блендер болған жағдайда блендерді қолдансаңыздар жұмысыңызды жеңілдетеді. Негізінен малина вареньесін қайнатпай жасауға да болады. Бірақ оны міндетті түрде холодильникте салқын жерде сақтау керек. Ал егер де мен секілді балконда немесе комната температурасында сақтағыңыз келсе, онда қайнатып алғаныңыз абзал. Әбден езілген малинаға қанттың барлығын салып, жақсылап біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Негізінен малинаны қайнатпай жасайтын болсаңыз, онда қанттың мөлшері өзгереді. Яғни 1 кг малинаға 1,5 кг қант қосасыздар. Дәл осылай малинаны жақсылап езіп, қантпен жақсылап араластырып, қант әбден еріген уақытта стерилизация жүргізген банкаларға құйып, варенье көгеріп кетпес үшін вареньенің бетіне 2-3 ас қасық қант саламыз. Содан соң стерилизация жүргізген ыстық қақпағымызбен банканың бетін жақсылап бекітіп жабамыз. Вареньенің қайнатпайтын бұл түрін тек қана холодильникте сақтаймыз. Вареньемізді орташа оттағы газға қойып, қайнағанға дейін жеткіземіз. Вареньенің асты күйіп кетпес үшін міндетті түрде арасында араластырып отырамыз. Варенье қайнағаннан соң газдың отын азайтамыз. Содан соң 15-20 минут көлемінде вареньені қайнатып газда ұстаймыз. Варенье қайнап бетіне көбігі шыққан уақытта міндетті түрде көбігін алып отырамыз. Малина вареньесінің көбігінің өзі өте дәмді болып келеді. Оны былайынша жеп алсаңыздар болады. Вареньені міндетті түрде алдын ала стерилизация жүргізген банкаларға құямыз. Мен стерилизацияны духовкада жүргіземін. Банкалардың барлығын духовкаға сетканың үстіне орналастырамын. Содан соң астына су құйылған противеньді орналастырамын. Духовка 200 градусқа дейін қызған уақытта мен банкаларды духовкада шамамен 15 минут көлемінде ұстаймын. Ыстық банкаларды духовкадан бірден шығармаймыз, себебі бірден шығарып вареньені құйған уақытта ол сынып кетуі мүмкін. Сол үшін духовканың аузын алдымен аздап қана ашып қоямыз, бірақ банкаларды толығымен суытпаймыз. Ыстық вареньені міндетті түрде ыстық банкаларға құямыз. Банкада өте аз мөлшерде ауа қалу үшін вареньені міндетті түрде толтырыңқырап саламыз. Содан соң алдын ала стерилизация жүргізген ыстық қақпақтармен вареньенің аузын жабамыз. Қақпақтың стерилизациясы үшін мен қақпақты ыстық суда 1-2 минут қана қайнатамын. Аузын мықтылап жабамыз. Содан соң банканы төңкеріп, әбден суығанға дейін міндетті түрде одеяломен жақсылап орап қоямыз. Пледпен немесе одеяломен орап қойған уақытымызда толық суығанға дейін стерилизация жүреді. Мен өз каналымда тек қана сіздермен ерекше рецепттермен бөлісемін. Менің каналымдан әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классын таба аласыздар. Алдағы уақытта да ерекше тағамдармен бөлісіп отырамын. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.